Менің айтқан сұрағыма жауап бере алмайды. Менің ішімдегі ұлма қыз ба? Болды, менің ішімдегі ұлма қыз ба? Басқа сұрақ қойып тұрған жоқпын саған. Мен қалай біліп берем, девушка, что у вас мальчик или девочка? Мен қалай біліп берем? Я же не узист. Сіз скорыйсыз ба? Я скорыймын. Скорыйсыз. Не үшін келдіңіз онда? А сіз не үшін звондадыңыз бізге? Судырып болып жатыр деп звондадыңыз ғой. Сізге келсек, судырып емес екен ғой. Енді мен ұл қыз екенін біліп берсем, келмейді ғой скорый. А біз қалай біліп береміз? Больницаға бармайсыз ба? Поликлиникаға бармайсыз ба? Скорый не үшін керек? Не үшін керек скорый сонда? Скорыйларда категория болады. Сіз судырып деп звондағаннан кейін біз келдік бірінші категориямен. А сіз айтып тұрғансыз, талап тұрғансыз, посмотрите, это мальчик или девочка, мы не знаем, ол категория жатпайды. Түсініп тұрсыз ба? Сонша оборудование бар. Сонша оборудование бар. Никак біліп бере алмайсың ба? Біз біліп бере алмаймыз. Қандай бәрінен біліп бер онда? УЗИСке барасыз, больница, поликлиникаға барасыз. Мен қалай біліп беремін? Мен қолмен ұстап біліп берейін ба сізге? Біліп беріңіз. Жарайды. Бала болады сізде. Ал жарайды, енді ұл болады. Точно ұл бола ма? Точно ұл болады. Қыз болса сені тауып аламын деді. Иә, жарайды. Бала болады. Точно бала болады. Мамандық қандай болады? Қандай мамандыққа таңдасын? Ол қандай мамандыққа барсын бұл? Ішіндегі бала. Сейчас серьезно, да? Серьезно? Қандай мамандыққа бару керек қой еще? Соны айтуым керек қой еще? Обязательно. Желательно медик помогать қойсын. Желательно спортсмен болсын. Знаете почему? Спортсмен болса бақ жанады. Билік анау үй береді, квартира береді, машина береді. Надо будет, если ана асфальт төсеп береді. Ал медик ше? Потому что бағы жоқ медиктердің. Сондай. Сол. Неблагодарный жұмыс. Не алады ол медицинаны. Лучше спортсмен болсын балаңыз. Болды шығыңыз, давайте.